Саламатсыздар ма? Бізде кезекті тақырып қарапайым тригонометриялық теңдеулер. Синус x тең а, косинус x тең а, тангенс x тең а, котангенс x тең а түріндегі теңдеулерді қарапайым тригонометриялық теңдеулер деп атаймыз. Енді осы жерде синус x тең а теңдеуін қалай шешеміз? Жалпы мына жақта біз y осінің синус альфа оси екені алдыңғы сабақтардан белгілі. Енді синус x тең а дейтін болсақ, осы синус альфаның бойынан а нүктесін белгілейміз, және осы а нүктесін қабылдайтын екі бұрышты анықтаймыз. Ол біріншісі бізде арк синус а градус, екіншісі бізде пи азайтылған арк синус а. Не үшін пи азайтылған арк синус а? Мен қазір оны түсіндірейін. Бізде мына кусок арк синус а градус екен түсінікті. Ендеше мынау да соған тең. Демек мен мына бұрышты табу үшін мына пи градустан осы кусокты азайтып тастаймын. Сондықтан пи азайтылған арк синус а болады. Сонда синус x тең а теңдеуінің түбірі бізде осы түрінде болады. Бірақ екеуін біріктіретін болсақ, онда біз синус x тең а теңдеуін шешуді мына формуламен жалғастырады екенбіз. Яғни мынау емес, мынаны қолданамыз, біріктірілген теңдеуді. Мысалға синус x тең а синус x тең түбірасы 3 бөлінген 2 теңдеуін шешіп көрейік. Ол үшін x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус түбірасы 3 бөлінген 2 плюс pn болады. Ары қарай мына жерде n дәрежесі. x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус түбірасы 3 бөлінген 2 дегеніміз ол пи бөлінген 3-ке тең плюс pn. Міне. Мынау бізде синус x тең түбірасы 3 бөлінген 2 теңдеуінің шешімі. Яғни түбірлерінің жалпы түрін жазып жатырмыз. Бұл жерде n тиісті бүтін сандар жиынына, яғни n-нің орнына кез келген бүтін санды апарсақ, оның шексіз көп шешімі шыға береді. Ары қарай косинус x тең а тең теңдеудің түбірі қалай болады? Ол үшін біз алдыңғы сабақтан белгілі x осының косинус альфа оси деп алатын болсақ, соның бойынан а нүктесін белгілейміз, және осы а нүктесін қабылдайтын екі бұрыш бар. Ол бірінші арк косинус а, екінші минус арк косинус а. Демек косинус x тең а теңдеуін біз x тең плюс минус арк косинус а плюс 2 пика формуласымен есептейді екенбіз. Мысалға косинус x тең 2-ден 1 болса, x тең плюс минус арк косинус 2-ден 1 плюс 2 пика. Сонда x тең плюс минус арк косинус 2-ден 1 бізде пи бөлінген 3 болады. Сонда бізде соңғы шешімі осы түрде болады екен. Ары қарай котангенс x тең а теңдеуін қалай шешеміз? Тангенс x оси бізде y-ге параллель ось, мына түзу болып табылады. Осы түзудің бойынан а нүктесін алып, координат басымен қосамыз. Сол кезде бізде екі нүктеде осы аны қабылдайды. Ол бірінші мына нүктеде, екінші мына нүктеде. Енді осы екі нүктені жалпы жағдайда бірден былай жазуымызға болады. Мына нүкте бізде арк тангенс а ғой, плюс пика. Не үшін пика? Өйткені пика дегеніміз ол жарты айналым деген сөз. Как раз жарты айналымдан кейін біз іздеп отқан мына нүкте келіп шығады. Сондықтан бұның периоды пика болады екен. Мысалға тангенс x тең түбірасы 3. x орнында 3x тұр, сондықтан 3x тең деп теңдеу шеше береміз. Арк тангенс түбірасы 3 плюс пика. Сонда 3x тең арк тангенс түбірасы 3 дегеніміз бізде пи бөлінген 3 плюс пика. Ары қарай 3-ке көбейтіліп тұр ғой. 3-ке бөліп тастаймыз. 3-ке бөлінген кезде пи бөлінген 3-тің бөліміне көбейтіледі. Сонда пи бөлінген 9 және пика бөлінген 3 болады екен. Котангенс x тең а түзуі. Так, x осіне параллель түзу сызамыз. Соның бойынан а нүктесін алсақ, ол как раз мына градуста қабылдайды, сосын тура жаңағыдай мына градуста да қабылдайды. Сондықтан бұның да периоды бізде пика болады екен. Мысалға, котангенс 2x тең деймізді, 3-ті мына жаққа бөліп жібереміз. Сонда түбірасы 3 бөлінген 3. Ары қарай 2x тең арк котангенс түбірасы 3 бөлінген 3 плюс пика. Сонда 2x тең арк котангенс түбірасы 3 бөлінген 3, ол пи бөлінген 3-те қабылдайды. Ары қарай бұл жақта да біз 2-ке бөліп тастаймыз. Сонда x тең пи бөлінген 6 плюс пика бөлінген 2 болады екен.
Сонда біз жалпы жағдайда осындай 4 формуланы аламыз. Егер синус x тең a деген теңдеу берілсе, онда біз мына түрде шешеміз. Косинус x тең a деген теңдеу берілсе, ол мына формулаға салып шешеміз. Келесі тангенс x тең a болса, мына формулаға саламыз. Котангенс x тең a болса, төртінші формулаға салып есептейді екенбіз. Мына жерде сәл қате кеткен 2 пи емес, мына жерде әшейін пм болады. Енді онымен қоса бізде қарапайым тригонометриялық теңдеулерде дербес жағдайлар деген ұғым бар. Егер синус x тең 0, мынау сияқты. Синус x тең 1 және синус x тең минус 1 болатын болса, бұл 3 теңдеу және онымен қоса косинус x тең 0, косинус x тең минус 1, косинус x тең 1 мәндері тоже мына формуламен есептелінбейді. Мына формулаға салса, нәтижесі сәйкес келмей қалады. Бұл 6 теңдеуді міндетті түрде біз дербес жағдайда қарастырамыз. Бұның арнайы формулалары бар, оны жаттап алса болады. Ал егер есінен шықпаса, ол формулаларды қалай қорытып шығаруға болады. Сонда сіздер өздеріңіз үйреніп алсаңыздар, жаттамай-ақ. Сол кезде сіздерге дұрысырақ болады. Так, біз бірлік шеңберді көз алдымызда тұр. Бірлік шеңбер мына нүкте бізде, мына нүктенің координатасы бізде 1-де 0, мынанікі бізде 0-де 1, координатасын бәрін көріп тұрсыздар, иә? Және бізде мынау белгілі. X осі бізде косинус альфа осі, Y осі бізде синус альфа осі. Енді біз синус болып тұрғандықтан мына жақтағы нүктелердің Y-терін қарап шығамыз. Мына жерде Y бізде не болып тұр? 0 болып тұр. Мына жақтағы Y 1 болып тұр. Мына жақта Y 0 болып тұр, мына жақта Y минус 1 болып тұр. X-ті пока қарастырмаймыз, өйткені біз синусты қарастырып отырмыз. Ендеше синус x тең 0 деген теңдеуді қалай шешеміз? Бұны шешу үшін бірлік шеңбердің бойынан синус қай жерде 0-ге тең болып тұр, соны қарастырамыз. Ал синус 0 деген сөз, значит ол y 0 деген сөз. Ол мына нүктеде міне. Мына нүктеде как раз синус 0-ге тең. Не үшін? Өйткені бұл жақта y 0 болып тұр. А бұл неше градус? Ол бізде 0 градус плюс тағы қашан ол 0-ге тең болады? Міне қараңыздар, жарты айналымнан кейін ол қайтадан 0-ге тең болады. Міне 180 градус 0-ге тең болып тұр, көріп тұрсыздар, иә? Сондықтан жарты айналым деген бізде пи градус қой. Сондықтан біз 0-ге pn-ді қосады екенбіз. Сонда x тең pn болады екен. Синус x тең 0 болатын болса, x тең pn деп шешеді екенбіз. Енді синус x тең 1. Y синус қай жерде 1 болып тұр? Ол үшін y қай жерде 1 болып тұр? Соны қараймыз. Мына жерде 1 болып тұр. Мына нүктеде. А бұл нүкте бізде неше градус? Пи бөлінген 2 градус. Демек жазып қойын, x тең пи бөлінген 2. Енді y қашан тағы да 1-ге тең болады? Жарты айналымнан кейін ол минус 1-ге тең болып кетеді. Демек, ол мына нүктеге қайтып айналып келу керек қой. Ал айналып келу үшін бізге толық айналым керек. Толық айналым деген сөз периоды 2πn болады дегенді білдіреді. Сонда синус x тең 1 деген теңдеуді x тең пи бөлінген 2 плюс 2πn деп шешеді екенбіз. Тура солай синус x тең минус 1. Мына жақта y минус 1 болып тұр. Демек, осы жерде синус минус 1-ді қабылдайды. Бұл жердегі градустық мән әрине 3π бөлінген 2. Бірақ біз 0 градусқа жақында аламыз. 0 градусқа жақында алатын болсақ, бұл минус π бөлінген 2 градус болады. Бұл жақта да сондай минус π бөлінген 2 плюс қашан қайтадан минус 1-ге тең болады? Бір айналым жасағаннан кейін, сондықтан периоды бізде 2πn болады. Жарты айналым болса, мынау сияқты міне. Синус x тең 0 болса жарты айналым ғой. Ол кезде периоды πn болады. Ал толық айналым болатын болса, онда периоды бізде 2πn болады екен. Міне, 3 формуланы қазір біз өзіміз қорытып алдық, және сіздер кез келген уақытта, кез келген жерде өздеріңіз осылай қорытып алып шығара берсеңіздер болады. Ешқандай да жаттаудың қажеті жоқ. Келесі. Косинус x тең 0. Қараңыздар, енді косинус қай жерде 0? Косинус 0-ге тең болу үшін біз x-терді қарастырамыз. Мына жақта x 1-ге тең, мына жақта x 0-ге тең, мына жерде минус 1-ге тең, мына жерде 0-ге тең. Косинус 0 болып тұр, яғни x 0 болып тұр мына градуста. Ал бұл дегеніміз бізде пи бөлінген 2 градус қой. Демек x тең пи бөлінген 2 плюс тағы да қашан 0-ге тең болады? Қараңыздар, мына жақта да 0-ге тең болып тұр. Значит, бізге жарты айналым керек. Жарты айналым болып тұрғандықтан біз pn-ді қосамыз. Ары қарай косинус x тең 1. Косинус қай жерде 1 болып тұр? Міне, x 1 болып тұр мына градуста. Бұл дегеніміз 0 градус қой. Онда x тең 0 плюс қашан 1-ге тең болады? Жарты айналымнан кейін минус 1-ге тең болып қалады. Ол бір айналым жасау керек. Бір айналым деген бізде периоды 2πn дегенді білдіреді. Сонда x тең 2πn болады екен. Егер косинус x тең 1 болса. Ары қарай x тең қашан минус 1-ге тең болып тұр?
Мынақта көріп тұрсыздар, мына жерде. Ал бұл градус дегеніміз бізде пи градус қой. Сондықтан бұның жауабы пи. И бір айналымнан кейін қайтадан минус 1-ге тең болады. Жарты айналым емес. Сондықтан бұған тоже 2π-ді қосамыз. Міне. 6-шы теңдеуді таптық. Енді тангенс x тең мен котангенс x тең минус 1 0 1-ге тең болған жағдайда біз алдыңғы формуланы қолданып шығара береміз. Бірақ осы 6 теңдеудің ішінде котангенс x тең минус 1 деген теңдеу мына формуламен шықпайды. Мына формуламен шықпай қалады. 4-ші формуламен. Бұның ерекшелігі бар. Қалған тангенс x тең 0, тангенс x тең 1, котангенс x тең 0, котангенс x тең 1 теңдеулердің барлығы алдында көрсеткен формуламен шыға береді. Енді котангенс x тең минус 1-дің ерекшелігін қарастырайық. Бізде котангенс мына түзу екен түсінікті. Осының бойынан мен минус 1 табайын. Минус 1 дегеніміз мынау ғой. Енді осы минус 1-ді координат басымен қосатын болсам, бізде мына жерде минус 1-ге тең болады ол. Және мына жақта да ол минус 1-ге тең болады. Мына жер ол 3π бөлінген 4. Мына жер ше? Мына жер бізде минус π бөлінген 4. Яғни біз егер формула салатын болсақ, x тең 3π бөлінген 4 плюс πk болады. Бірақ ол дербес жағдайға жатпайды. Біз нені алуымыз керек? 3π бөлінген 4 емес, минус π бөлінген 4 аламыз. Не үшін? Осы 2 градустың ішінде қайсысы 0 градусқа жақын, соны алады екенбіз. Сонда бұл теңдеудің шешімі мынандай болады. Минус π бөлінген 4 плюс жарты айналым ғой. Пика болады екен. Міне, котангенс x тең минус 1 бізде дербес жағдай. 7-ші формула ретінде қабылдасақ болады. Енді бірнеше мысалдар қарастырайық. Синус x тең минус 2 бөлінген 2 теңдеуін қалай шешеміз? Алдында формула саламыз. X тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус минус 2 бөлінген 2 плюс pn. Пика дейік тең. Мына жерде қараңыздар, мынау минус алдына шығып кетеді ғой. Сонда минус 1-дің n дәрежесі арк синус 2 бөлінген 2 бізде ол пи бөлінген 4-ке тең. Плюс пика. Енді мына күйінше біз қалдыра алмаймыз. Бұл күйінше ешқашанда жауапты тұрмайды. Енді қараңыздар, мен осыны қалай түрлендіремін. Мына жерде минус тұр ғой. Осы минус дегенде мен минус 1 деп жаза аламын. Арғай минус 1-дің n дәрежесі. Значит, минус 1 көбейтілген минус 1-дің n дәрежесі біз мынаны жақша қалып 1 дәреже дейтін болсақ, бұл дегеніміз бізде минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі болады екен. Сонда бұл теңдеудің соңғы жауабы бізде болады екен. X тең минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 4 плюс пика түрінде болады екен. Арғай мына жақта да салайық. X тең плюс минус арк косинус минус 2 бөлінген 2. Арғарай плюс минус дейміз да. Енді қараңыздар, арк косинус минус 2 бөлінген 2 алдыңғы кері тригонометриялық функциялар тақырыбындағы формуланы қолданамыз. Ол қандай? Егер арк косинус минус x болатын болса, онда пи азайтылған арк косинус x деп, яғни минус алдына шыға салмайды, ол пиден азайтылып шығу керек. Тура сол мына жаққа қолданылады. Значит, пи азайтылған арк косинус 2 бөлінген 2 болады. Ал арк косинус 2 бөлінген 2 дейміз, ол не болады? Пи бөлінген 4 плюс периодын жазу есім шығып кетті. Мына жақта бізде периоды болады. Плюс 2πn. Сонда плюс минус, астына жазайын, x тең плюс минус, мынаған 4-тен беретін болсақ, 3π бөлінген 4 плюс 2πn болады екен. Мына жақта 2πn бар. Ары қарай косинус x тең косинус x минус 2 тең 0. Значит, косинус x тең минус 2 0 жаққа өткіземіз. Ал косинус пен синустың мәндері болса, минус 1 мен 1-ның арасында 2-ге бармайды ол ешқашанда. Сондықтан мына теңдеудің шешімі бізде жоқ болады екен. Келесі. Косинус 3x минус пи бөлінген 4 тең 0. Так. Ары қарай мынаны типа x ретінде қарастыратын болсақ, бұны біз былай шешеміз. 3x азайтылған пи бөлінген 4 тең. Так. Бұл енді дербес жағдай. Косинус қашан 0-ге тең болады. Соны еске алайық міне. Мына жақта x бізде 0-ге тең ғой, x 0-ге тең, y 1-ге тең. Демек, осы жерде косинус 0-ге тең болады. Бұл бізде пи бөлінген 2 градус. Сонда пи бөлінген 2 плюс pn. Өйткені мына жақта да x 0-ге тең болып тұрады. Сондықтан периоды pn болады. Ары қарай 3x тең дейміз да, пи бөлінген 2, минус пи бөлінген 4 ол жаққа өткіземіз. Плюс пи бөлінген 4 плюс pn.
ары қарай 3x тең мынаған ортақ бөлім беріп қосамыз. Мынаған 2-ден береміз. Сонда 3π бөлінген 4 плюс pn. Ары қарай 3-ке көбейтіліп тұр ғой. 3-ке көбейтіліп тұрса, біз оны не істейміз? 3-ке бөліп тастаймыз. Сонда соңғы жауабы x тең 3π бөлінген 4 3-ке бөлсек 3-тер қысқарып кетіп π бөлінген 4 болады плюс pn бөлінген 3 болады екен. Мынау бізде соңғы жауабы. Мынаны қалай шешеміз? Мынаны да соған қарап шешуге болады, бірақ мына π бөлінген 2 болып тұрғандықтан біз келтіре салады екенбіз. 90 градус аты өзгереді ғой, келтіріледі ғой. Сонда бұл аты өзгеріп косинус 3x тең 1 болады. Ары қарай енді дербес жағдай қарастырамыз. Косинус қашан 1-ге тең болады? Мына жерде ол 1-ге тең x. Ал бұл бізде 0 градус қой, 0 градус жазбай қойын. Қашан 1-ге тең болады? 1 айналымда екен. Сондықтан бұның шешімі 2πn болады. Ал x табу үшін біз не істей саламыз? 2πnді бөле саламыз 3-ке. Соңғы жауап болса. Ары қарай котангенс минус x бөлінген 2. Минусты алдына шығарып жібереміз. X-ның алдында минус болып тұрса, әрқашанда алдына шығарып жібересіздер. Котангенс x бөлінген 2 болады. Тең 1. Сонда минус котангенс x бөлінген 2. Кешіріңіздер, минус мына жаққа бөлініп кетеді. Мына минус мынаған 1-ге кетіп қалады, сонда минус 1 болады. Ары қарай енді дербес жағдай. Минус 1 болатын болса, біз формулаға салмаймыз. X бөлінген 2 тең. Минус π бөлінген 4 плюс πk болады. Сонда ары қарайдан 2-ге бөлініп тұр ғой, сондықтан біз 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда x тең минус π бөлінген 2 плюс 2πk болады екен. Ары қарай түбірасты 2 косинус минус 1-ді оң жаққа өткізіп жібереміз. Косинус x тең 1 бөлінген түбірасты 2. Түбірасты 2 көбейтіп жіберетін болсақ, иррационалдықтан құтылып как раз түбірасты 2 бөлінген 2 шығады. Ары қарай уже түсінікті. Плюс минус арк косинус түбірасты 2 бөлінген 2. Ал ол деген бізде π бөлінген 4-ке тең. Пирада 2πk. Шықты. Ары қарай 4 тангенс 5x плюс π бөлінген 3 тең. 4-ті оң жаққа минус 4 көбейтіп жүреміз. Ары қарай тангенс 5x плюс π бөлінген 3 тең. Минус 4-ті 4-ке бөлетін болсақ, минус 1 болады. Ары қарай 5x плюс π бөлінген 3 тең. Тангенс қашан минус 1-ге тең болады? Минус π бөлінген 4-те плюс pn. Ары қарай плюс π бөлінген 3-ті оң жаққа өткізіп жібереміз. 5x тең минус π бөлінген 4 минус π бөлінген 3 плюс pn. Тең, мынаны бірден ортақ бөлімге келтіріп тастайықшы. Мынаған 3-тен береміз, мынаған 4-тен береміз. Сонда минус 12-ден 7π плюс pn. Ары қарай 5-ке бөліп тастаймыз. Сонда x тең минус 7π бөлінген 60 плюс pn бөлінген 5 болады екен. Соңғы жауап болса. Яғни плюс оң жаққа өткізіп жібердік, көбейтуді бөліп өткізеді. Мына теңдеуді тура солай шешуге болады, бірақ 3π бөлінген 2 деген 270, 270-те ол келтіре аламыз. Ал 270 минус 2x дегеніміз 3-ші ширек. 3-ші ширекте таңбасы плюс болып, бірақ аты өзгереді. Сонда тангенс 2x тең 1 болады. Ары қарай 2x тең, тангенс 1 бізде π бөлінген 4 плюс pn. 2-ке бөліп тастаймыз, x тең π бөлінген 8 плюс pn бөлінген 2. Ары қарай мынандай теңдеуіш қарастырып көрейік. Егер синус мысалға π бөлінген 4 азайтылған x тең минус 1 деген теңдеу болсын. Мынандай жағдайда қалай шешеміз? Мынаны осы күйінше шешуге болмайды. Мына жақта x-тің алдында минус болса, әрқашанда осыны плюс қылу керек. Ол үшін біз минусты синустың алдына шығарып жібереміз. Сонда минус синус. Мына жерде уже орындар ауысады. Міндетті түрде осылай жазуымыз керек. X бірінші түрінің таңбасы плюс болатындай етіп келтіру керек. Біз әйтсе, ондай осы күйінше шешетін болсақ, ондай жауап ешқашан вариантта болмайды. Ары қарай минус кетіп қалады да, ары қарай формулаға салып есептей береді екенбіз. Дербес жағдай. Ал егер косинус болатын болса, косинус мысалға π бөлінген 6 минус 2x болатын болса, тең мысалға 1 болсын.
Ондай болса, тоже минус шығаруымыз керек, бірақ косинус жұп функция болғандықтан оның алдында минус шықпайды. Мен мынаны пока минустар кетпейді деп тұра тұрайын. Мына жақта синустың алдында минус шығады, а косинустан ешқашан минус шықпайды. Сондықтан бұны орнын ауыстырамыз, бірақ алдында минус шығармаймыз. Өйткені косинус бізде жұп функция болғандықтан. Енді тағы да бір мынандай теңдеуді шешіп көрсеткім келіп тұр. Мысалға, тангенс 3х тең 5 деген теңдеу. Енді қараңыздар, тангенстің мәндері болса минус 6-тен плюс 6-ке шейін. Демек, бұны біз сол күйінше шеше береміз. 3х тең арктангенс 5 плюс пк деп шешеміз. Өйткені тангенс 5-ке тең болады. Арғаннан 3-ке көбейтіліп тұр ғой, демек 3-ке бөліп тастаймыз. 3-ке бөліп тастаған кезде арктангенс 5 бөлінген 3 деп жазуға болады, бірақ ондай жауап болмайды. Сондықтан бұны біз мына түрде жазамыз. 3-тен 1 арк тангенс 5 плюс пика бөлінген 3 болады екен. Формулалардың көмегімен шығарылатын теңдеулер. Бұл күрделі тригонометриялық теңдеулердің бір түрі. Енді мынандай синус квадрат 5х тең 4-тен 1 деген теңдеу берілген. Мына жақта квадрат болса көріп тұрсыздар, мына жақта 4-тен 1 екі жағын түбірге алып тастауға болады. Түбірге алып тастасақ, синус 5х тең плюс минус 2-ден 1 болады. Ары қарай жеке-жеке екі теңдеуді шешсек болады. Бірақ ол екі теңдеуді шешкеннен кейін ол екі теңдеудің түбірлерін біз біріктіруіміз қажет. Ал біріктірмей бөлек-бөлек жазып қойсақ, ондай жауаптар вариантта болмайды. Сондықтан екі жағын түбірге алып шешу бізге бұл жерде вариант емес. Сондықтан осындай синус квадрат болмаса косинус квадрат жалғыз болып тұрса, міндетті түрде дәреженің төмендету формуласын қолданған дұрыс болады. Сол кезде бізде бір ғана жауап шығады, және соның өзі вариантта тұрады. Міне, көріп тұрсыздар, оң жақта осы формуланы қолдансақ. Енді жақта көрсеңіздер, мына жақта 1х, мына жақта 2х болып тұр. Демек, мынаған дәреженің төмендету формуласын қолдансақ, 1 минус косинус 10х болады формула бойынша. Бөлінген 2 тең 4-тен 1. Ары қарай ортақ бөлім беріп жіберейік. Мынаған 2-ден береміз, мынаған 1-ден береміз. Сонда 2 азайтылған 2 косинус 10х тең 1. Сонда минус 2 косинус 10х тең 1-ден 2-ні алсақ, бізде минус 1 косинус 10х-ті табу үшін минус 1-ді 2-ге бөлсек, 2-ден 1 болады. Кәдімгі өзіміздің қарапайым тригонометриялық теңдеуге айналды. Оны сол өзімізге белгілі формуланы шығара береміз. 10х тең плюс минус арк косинус 2-ден 1 болу керек. Ал арк косинус 2-ден 1 бізде пи бөлінген 3-ке тең. Плюс периоды бізде 2πn. Енді қараңыздар, мына жақта 10-ға көбейтіліп тұр. Сондықтан 10-ға бөліп тастаймын. Сонда соңғы жауабы x тең плюс минус пи бөлінген 30 плюс 2πn 10-ға бөлетін болсақ, бізде pn бөлінген 5 шығады. n тиісті бүтін сандар жиынына. Келесі бізде тоже тригонометриялық теңдеу. Байқап қарасаңыздар, бұрыштар бірдей болып тұр. Бұрыштар бірдей болып тұрса, онда біз қос бұрыштың формулаларына саламыз. Яғни x синус x косинус x-ті біз сол жаққа келтіреміз. Бірақ байқап қарасаңыздар, мына жақта 2 жетіспейді. Сондықтан теңдеуді мен 2-ге көбейтер аламын. 2-ге көбейтерсем 2 синус 3х косинус 3х тең 4-тен 1-ді 2-ге көбейтсек 2-ден 1 шығады. Ары қарай ол бізде формула береді. Оң жақтағы қос бұрыштың формуласы бойынша бұл синус 6х береді. Тең 2-ден 1. Ары қарай 6х тең деймін да, теңдеуді шеше беремін. Минус 1-дің n дәрежесі, бұл синус х тең а болған жағдайдағы жағдай. Қарапайым тригонометриялық теңдеу. Арк синус 2-ден 1 бізде пи бөлінген 6-ға тең. Плюс pn. Енді 6-ға көбейтіліп тұр, демек мен 6-ға бөліп тастаймын. Сонда x тең минус 1-дің n дәрежесі пи бөлінген 36 және pn бөлінген 6 шығады. Келесі бізде 2 тангенс 4х бөлінген бір азайтылған тангенс квадрат 4х тең 1 деген теңдеу бізде қос бұрыштың формулалары, яғни тангенс 2х-тің формулалары. Оң жақта тұр, біз соны сол жаққа келтіреміз. Сол жаққа келтірсек, мына жақты қараңыздар, x болған кезде мына жақта 2х болып тұр. Демек, мына жақта 4х болған кезде бұл тангенс 8х те береді. Ары қарай 8х тең арктангенс 1 дегеніміз бізде пи бөлінген 4 плюс pn. Ары қарай 8-ге бөліп жүреміз. Сонда x тең пи бөлінген 32 плюс
pn бөлінген 8 болады. Келесі, мынау бізде кәдімгі қосу формулалары синус міне x косинус y, синус y, косинус x деген формуланы келтіріп тұр. Біз оны сол жаққа жинақтайтын болсақ, бұл дегеніміз синус 8x азайтылған 6x болады. Тең минус түбірасты 2 бөлінген 2. Мына жерде минус бар. А мынау дегеніміз бізде синус 2x тең минус түбірасты 2 бөлінген 2. Ары қарай 2x тең, енді минус болған кезде алдыңғы сабақтарда айттым, бұндай жағдайда минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі арқ синус түбірасты 2 бөлінген 2 болады. Ол бізде пи бөлінген 4 плюс pn. 2-ге бөліп жүретін болсақ, минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 8 плюс pn бөлінген 2 болады екен. Келесі. Бұл да ешқандай формулаға келмей қалуы мүмкін. Бірден қарағанда біз сол жағын біз былай түрлендіре аламыз. Тангенс x дейміз да, түбірасты 3-тің орнына тангенс пи бөлінген 3-ті апарып қоямыз. Не үшін? Өйткені тангенс пи бөлінген 3-тегі мәні түбірасты 3. Ары қарай біраз айтылған, түбірасты 3-тің орнына тоже тангенс пи бөлінген 3-ті апарып қоямыз. Тангенс x тең түбірасты 3. Ал мынау уже бізде қосу формулаларын береді. Тангенс x плюс y. Бізде оң жақта тұр. Тоже сол жаққа жинақтаймыз. Сонда бұл дегеніміз тангенс x плюс пи бөлінген 3 тең түбірасты 3 болады екен. Ары қарай теңдеп шеше береміз. X плюс пи бөлінген 3 тең. Арктангенс түбірасты 3 дегеніміз тоже пи бөлінген 3 плюс pn. Ары қарайына плюс pn-ді оң жаққа минусқа өткізіп жібереміз. Сонда x тең пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 3 плюс pn болады екен. X тең бізде pn. Шешімі бізде осы болады. Бізде мынандай теңдеу берілген, осы теңдеудің 0 мен 2π арасындағы түбірлерін табамыз, еще оны қосындысын табу керек. Так, кеттік. Біраз айтылған, мен алдындаған айттым, мына жерге квадрат болып тұрса, егер жеке жалғыз өзі синус болмаса косинус квадрат болып тұрса, онда біз дәрежені төмендету формуласын қолданамыз. Синус квадрат x-ің орнында біраз айтылған косинус 2x бөлінген 2-ні қолданамыз. Тең 0-ге. Мынау мен мынау қысарып кетеді, жақта 2 қалады. Біраз айтылған 2, жақшаның ішінде біраз айтылған косинус 2x тең 0-ге. Біраз айтылған 2, қосылған 2 косинус x. Косинус 2x тең 0-ге. Сонда 2 косинус 2x тең 1-ден 2-ні алсақ минус 1, оң жаққа плюс 1 өтеді. Сонда косинус 2x тең бізде 2-ден 1 болады. 2x тең плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2pn. Арға 2-ге бөліп тастақ, x тең плюс минус пи бөлінген 6 плюс pn болады. Так, енді осы түбірлердің дербес шешімдерін табамыз. Так, бұны қалай табамыз? Мына жақта 2 түбір жасырылып тұр. Плюс минус деп тұр. Значит, бірінші түбір ол бізде мынандай. X тең пи бөлінген 6 плюс pn. Енді осы жерден, осы теңдеуден n-нің орнына бүтін сандарды беру арқылы мына аралыққа түбірлерді табуымыз керек. Аралықтағы түбірлер. Оны қалай табамыз? Өте оңай. n-нің орнына бүтін сандарды береміз. Мысалы 0-ді апарып қойсақ. X тең пи бөлінген 6. Иә, нәже 0 болып кетеді ғой енді апарсақ. Ал бұл бізде 0 мен 2π-ның арасында жатады. Сондықтан мен бұны қоршап қойайын. Жататын түбірлерді қоршап қойым, жатпайтын түбірлерді қоршамайым. Ары қарай n тең 1 деп алсақ. Қараңыздар, x тең бізде не болады? Пи бөлінген 6. Нәжеде n-ның орнына 1-ді апарсақ, әшейін пи болады. А бұған ортақ бөлім берсек 7π бөлінген 6. А 7π бөлінген 6 бізде 2π-ден кіші ғой. Бұл түбірде жатады. 2 түбір тауыптағы уже. Енді n-нің орнына 2-ні апарып қойудың қажет жоқ. Логичный ойлаңыздар, мен қазір түсіндірейін не үшін екен. Мына жерге 2-ні апарып қойсақ, ойлаңыздаршы. Мына жерге 2-ні апарсақ, мына жерде 2π болады. Иә, n-нің орнына 2-ні апарсақ. Оған пи бөлінген 6 қосылады да, 2π-ге пи бөлінген 6-ны қоссақ, ол явно 2π-дің сыртында жатады ғой, 2π-ден үлкен болып кетеді. Сондықтан n-нің орнына 2-ні апарып қойудың қажет жоқ. Демек, бірінші түбірден бізде 2 түбір бар. Енді екінші түбірді апарып, екінші түбірден көрейік. Екінші түбір бізде қандай еді? Ол бізде мынау. X тең жаңа плюсын алдық, бұл жерде минус пи бөлінген 6. Плюс pn.
Так, енді n-ның орнына тоже 0-ді апарып қойсақ, x тең минус пи бөлінген 6 болады. А бұл деген біздің аралыққа тиісті ме? 0 мен 2 пидің арасында жата ма? Әрине жатпайды, сондықтан бұл түбір емес. Енді n-ның орнына 1-ді апарып қойсақ. X тең минус пи бөлінген 6, n-ның орнына 1-ді апарсақ, пи болады. Мынаған 6-тан береміз, сонда бұл 5 пи бөлінген 6. Жатады. n-ның орнына 1-ді апарып қойсақ, жатады. Енді n-ның орнына 2-ні апарып қойып тексеріп көрейік. Жатып қалу мүмкін. Минус пи бөлінген 6 плюс. Мына жерде n-ның орнына 2-ні апарамыз. Сонда ол 2 пи болады. Мынаған 6-тан беретін болсақ, енді бұл жататын түбір екен түсінікті шығар. Өйткені 2 пиден қазір пи бөлінген 6-ны азайтып жатырмыз ғой. Сонда бұл 11 пи бөлінген 6 болады. Бұл жатады. Сонда біз 0 мен 2 пидің арасында жататын 4 түбірін таптық. Енді солардың несін табу керек? Бізге қосындысын табу керек. 4 түбірі қайсысы? Ол пи бөлінген 6, ол 7 пи бөлінген 6, ол 5 пи бөлінген 6, ол 11 пи бөлінген 6. Осыларды қосу керек. Так, қосайық. Пи бөлінген 6 қосылған 7 пи бөлінген 6 қосылған 5 пи бөлінген 6 11 пи бөлінген 6. 6-дан қанша? Пи қосылған 7 пи 8 пи, 5 пи қосылған 11 пи 16 пи, 16 пиге 8 пиді қосатын болсақ 24 пи. 24 пиді 6-ға бөлетін болсақ 4 пи. Бұл есептің жауабы бізде 4 пи болады. Яғни 0 мен 2 пидің арасындағы дербес шешімдердің қосындысы бізде 4 пиге тең болады екен. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта